Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың екінші топ элементтері кальций тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Алдын ала даусым үшін кешірім сұраймын, ауырып тұрмын. Бірінші сұрақ. Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі орны мен атом құрылысы тұрғысынан кальций мен магнийдің қандай қасиеттері ортақ екенін түсіндіріңдер. Тиісті реакция теңдеулерін құрастырыңдар. Бірінші сұрақтың жауабы. Кальций мен магний екінші топтың негізгі топша элементтеріне жатады. Олар бір топта болса да, олар периодтық жүйенің әртүрлі кезеңдерінде болады. Себебі кальцийде магнийге қарағанда бір қосымша электронды қабаты бар. Сондықтан олардың әртүрлі химиялық және физикалық қасиеттері бар. Кальций мен магнийдің басты айырмашылығы кальций ақшыл сары реңктері бар күңгірт сұр металл түрінде, ал магний жылтыр сұр металл болып келеді. Сонымен қатар кальцийдің атомдық саны 20, ал магнийдің атомдық саны 12. Тотығу дәрежелері екеуінде де +2, екеуі де қалыпты температура мен қысымдағы қатты заттар болып келеді. Екінші сұрақ. Қоршаған орта әсерінен металл кальций өзінің карбонатына айналады. Тиісті реакция теңдеулерін құрастырыңдар. Қоршаған орта әсерінен кальций оттекпен тотығып кальций оксидін түзеді. Реакциясы кальций қосылған O2 түзеді кальций O. Реакцияны теңестіру үшін кальцийдің және кальций оксидінің алдына 2 қоямыз. Кейін осы кальций оксиді көмірқышқыл газымен әрекеттесіп, кальций карбонатын түзеді. Үшінші сұрақ. Кальций периодтық жүйеде калиймен бір периодта орналасқан, алайда оның қасиеттері басқа периодта орналасқан натрийдің қасиеттеріне ұқсастау болады. Себебін түсіндіріңдер. Себебі олар белсенді металдар, ауада оңай тотығады, электр мен жылуды жақсы өткізеді. Төртінші сұрақ. Берілген сызба бойынша кальцийдің генетикалық қатарын құрастырып, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. Төртінші сұрақтың жауабында біз 7 химиялық реакция теңдеуін жазамыз. Ең алдымен тізбекті айтып шығайын. Кальцийден кальций оксиді, кальций гидроксиді, кальций карбонаты, кальций гидроксокарбонаты, кальций карбонаты, кальций гидроксиді және ең соңында кальций хлоридін алуымыз қажет. Бірінші реакция. Кальций оттегімен тотығып кальций оксидін түзеді. Теңестіру реакцияда көрсеттім. Келесі кальций оксиді қосылған H2O түзеді кальций гидроксидін. Кальций гидроксиді қосылған CO2 түзеді кальций карбонаты мен суды. Кальций карбонаты көмірқышқыл газы және сумен әрекеттесіп, кальций гидрокарбонатын түзеді. Келесі, кальций гидрокарбонатын ыдырату арқылы кальций карбонатын, көмірқышқыл газын және суды аламыз. Кальций карбонатына су қосу арқылы кальций гидроксиді мен көмірқышқыл газын аламыз. Кальций гидроксидін H хлормен әрекеттестіру арқылы кальций хлориді мен су аламыз. Реакцияны теңестіргенде H хлордың алдына H2O-ның алдына 2 қоямыз. Бесінші сұрақ. Келесі өзгерістерді жүзеге асыратын реакция теңдеулерін жазыңдар. Бесінші сұрақта біз 8 химиялық реакция теңдеуін жазамыз. Ең алдымен тізбекті айтып кетейік. Кальцийден кальций гидридін аламыз, кальций гидроксидін, кальций карбонатын және кальций карбонатынан кальций оксиді мен кальций сульфатын аламыз, және кальций карбонатынан әрі қарай кальций гидрокарбонатын, кальций карбонатын қайтадан және кальций хлоридін алуымыз қажет. Алғашқы реакция кальций қосылған H2 түзеді кальций H2. Кальций H2-ге су қосу арқылы кальций гидроксиді мен сутек аламыз. Реакцияны теңестіреміз, ол үшін судың алдына және сутектің алдына 2 қоямыз. Кальций гидроксидін көмірқышқыл газымен әрекеттесу арқылы кальций карбонаты мен сутек аламыз. Кальций карбонатына мына жерден әрі қарай жалғастырғанда CO2 және H2O қосып, кальций HCO3 2 аламыз. Кальций гидрокарбонатын ыдырату арқылы кальций карбонаты, көмірқышқыл газы және су аламыз.
кальций карбонатына H-хлор қосу арқылы кальций хлоридін, су және көмір қышқыл газын аламыз. Реакцияны теңестіргенде H-хлордың алдына 2 қоямыз. Енді жетінші реакция мына жерден кальций карбонатының астыға қарай түскен тізбекті орындаймыз. Кальций карбонатын ыдырату арқылы кальций оксиді мен көмір қышқыл газын аламыз. Кальций оксидіне H2SO4 қосу арқылы кальций сульфаты мен суды алады екенбіз. Алтыншы сұрақ. Келесі өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазыңдар. Алтыншы сұрақтың жауабында біз 5 химиялық реакция теңдеуін жазамыз. Ең алдымен тізбекті оқып шығайық. Магнийден магний оксиді, одан магний хлориді, магний гидроксиді, магний оксиді және магний сульфатын алуымыз қажет. Алғашқы реакция. Магнийді оттекпен тотықтырамыз да, магний оксидін аламыз. Реакцияны теңестіру үшін магний мен магний оксидінің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Магниі қосылған H-хлор түзеді магний хлоридін және суды. Реакцияны теңестіру үшін H-хлордың алдына 2 қоямыз. Магний хлориді қосылған натрий гидроксиді түзеді магний гидроксиді және натрий хлор. Реакцияны теңестіру үшін натрий OH және натрий хлордың алдына 2 қоямыз. Келесі магний гидроксидін ыдырату арқылы магний оксиді және суды аламыз. Магний оксиді қосылған H2SO4 түзеді магний сульфаты мен суды. Бірінші есеп. Массасы 60 грамм 2 валентті белгісіз металл 33,6 литр қалыпты жағдайда фтормен әрекеттесті. Реакцияға қатысқан металды анықтаңдар. Есептің берілгенін және табу керек затты жаздым. Енді шешіміне кірісеміз. Ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. Металл, белгісіз металл қосылған фтор 2 түзеді металл фтор 2. Бізде фтордың литрі көлемі берілген, ол 3,36 литр, ал қалыпты жағдайда мольдік көлем бізде 22,4 литрге тең. Ал металдың массасы бізде 60 грамм, есептің берілген. Металл белгісіз болғандықтан оның молярлы массасын таба алмаймыз. Осы жерден X-ті таба аламыз. Ол үшін 60 граммды 22,4 литрге көбейтіп, 3,36 литрге бөлеміз. Нәтижесінде бізде 40 грамм шығады. Яғни біз металдың молярлы массасын таптық. Бізде 40 граммға тең молярлы массасы бар металл, ол бізде кальций болып табылады. Есептің жауабы белгісіз металл бізде кальцийге тең екен. Екінші есеп. Құрамындағы кальцийдің, сутектің, көміртектің және оттектің массалық үлестері сәйкесінше 24,69%, 24,69%, 14,81% және 59,26%. Қосылыстың формуласын анықтаңдар. Ең алдымен оқушылар сіздерге есептің берілгендегі қателікті айтып кетейін. Бізде 2 рет 24,69 деп пайызын берген. Бірақ алайда бұл бізде дұрыс емес. Себебі барлық пайыздық мөлшерді қосқанда бізде 123,45 пайыз шығып кетеді. Ал бұл бізде толық формуланың 123 пайыз болуы мүмкін емес. Ол үнемі 100 пайыз болуы қажет. Біздің формуламыз 100 пайызға тең болу үшін қайсысы артық екенін табуымыз қажет. Сонда бізде 124,69 пайыздың орнына 1,124 пайыз тұруы қажет екен. Яғни бізде есептің берілгенде кітапта қателік кеткен екен. Осы бойынша шығаратын боламыз. Сіздерге есептің берілген жазып қойдым. Енді шешуіне кірісейік. Біздер білесіздер, осы заттың формуласын табу үшін біз осы массалық үлесті олардың молярлы массаларына бөлеміз. Яғни кальцийдің массалық үлесі 24,69 болса, молярлы массасы 40-қа тең. Келесі сутектікі 1,123% болса, молярлы массасы 1-ге тең. Көміртекте 14,181% болса, молярлы массасы 12-ге тең. Ал оттек бізде 59,126% болса, молярлы массасы бізде 16-ға тең екен. Енді барлығын бір-біріне бөліп шығамыз. Нәтижесінде кальций бізде 0,615 бөлінген 1,123
бөлінген 1,23 және бөлінген 1,7 болады екен. Бізде осы аталған сандардың ішінде ең кішісі 0,1615. Яғни осы шыққан сандардың барлығын ең кіші осы 0,1615-ке бөліп шығамыз. Енді нәтижелерін жазамыз. Бізде өз-өзіне бөлген кезде 1 шығады, келесісінде 2 шығады, 1,123-ті 0,615-ке бөлгенде 2 шығады, және 3,7-ні 0,615-ке бөлгенде 6 шығады. Яғни нәтижесінде бізде кальций 1, сутек 2, көміртек 2 және оттек 6 деп формула шықты. Бірақ бізде кальций H2, C2, O6 деген формула жоқ. Бізде кальций H, CO3 жақша сыртында 2 деген бар. Яғни 2 ол сутекке де, көміртекке де және де оттекке көбейтіледі деген сөз. Есептің жауабы формула бізде кальций H, CO3 2 екен. Үшінші сұрақ. Реакция өнімінің шығымы 85% болса, 42 грамм магний карбонаты ыдырағанда қанша магний оксиді түзіледі? Есептің берілгенін табу керек заттарды жазып қойдым. Енді реакция теңдеуін жазамыз. Магний CO3-ті ыдыратқан кезде ол магний оксидіне және көмір қышқыл газына ыдырайды. Магний оксиді бізде белгісіз, оны X грамм деп жазамыз, ал молярлы массасы 40 граммға тең. Магний карбонаты есептің берілгенде 42 грамм, ал молярлы массасы 84 граммға тең. Осы жерден енді X-ті таба аламыз. Ол үшін пропорция құрамыз, яғни 42 граммды 40 граммға көбейтіп, 84 граммға бөлеміз, нәтижесінде бізде 20 грамм шығады. Енді магний оксидінің массасын табу үшін осы шығымның мәнін қолданатын боламыз. Ол үшін 20 граммды көбейтеміз шығымның пайызына, яғни 85%-ға, және бөлеміз 100%-ға. Нәтижесінде бізде 17 грамм шығады екен. Есептің жауабы шықты. Магний карбонатын ыдыратқан кезде бізде магний оксидінің массасы 17 грамм болады екен. Төртінші есеп. Массасы 4,8 грамм эквивалентті металл хлормен әрекеттесті. Түзілген хлоридті суда ерітіп, ерітіндіге күміс нитраты ерітіндісінің артық мөлшерін қосты. Нәтижесінде массасы 57,4 грамм тұнба түзілді. Белгісіз металды анықтаңдар. Ең алдымен сіздерге берілген жазып қойдым. Енді химиялық теңдеулерін жазамыз. Бірінші металды хлормен әрекеттестіреміз. Нәтижесінде металл хлориді шығады. Металл хлоридінің массасы белгісіз, ол X грамм, ал металдың массасы есептің берілгенде бар, ол 4,8 грамм. Біз оның молярлы массасын білмейміз, себебі металл белгісіз, ол X грамм болып жазылады. Металл хлоридінің де молярлы массасы белгісіз, алайда бізге металл белгісіз болса да хлор белгілі. Хлор бізде 2, яғни 35,5-ті 2 рет өз-өзіне қосамыз, 2-ге көбейтеміз, яғни сонда 71 шығады, және металдың молярлы массасы белгісіз, оны X деп жазып қоямыз. Енді келесі металл хлоридін аргентум NO3 пен әрекеттестіреміз. Нәтижесінде аргентум хлор және металл NO3 2 жазылады. Мына жерде магний деп жазылып кеткен. Кешірім сұраймын, ол жерде металл болады. Реакцияны теңестіру үшін аргентум хлорға және аргентум NO3-тің алдына 2 қоямыз. Бізде аргентум хлордың массасы есептің берілгенде берілген, ол 57,4 грамм, ал молярлы массасы алдындағы 2 деген коэффициентпен көбейтіліп 143,5 грамм болады. Енді бізде осы жерден аргентум хлордың зат мөлшерін нюн таба аламыз. Ол үшін массасын молярлы массасына бөлеміз. Яғни 57,4-ті бөлеміз 143,5-ке. Нәтижесінде бізде 0,14 мөл шығады. Енді осы аргентум хлордың зат мөлшері арқылы бізге белгісіз металдың зат мөлшерін таба аламыз. Бізде аргентум хлордың алдында 2 деген коэффициент тұр. Ал есептің реакция теңдеулерінде металдардың алдында 1 деген коэффициент, яғни 1 коэффициент бар. Яғни осы 0,14 мольді аргентумның 2 деген коэффициентіне бөлеміз. Сонда металдың
зат мөлшері бізде 0,2 мольге тең. Енді біз белгісіз металдың молярлы массасын таба аламыз. Оған бізге масса мен зат мөлшері қажет. Яғни массасын зат мөлшеріне бөлеміз. Бізде массасы есептің берілгенде бар, ол 4,8 грамм, ал зат мөлшерін жаңа таптық, ол бізде 0,2 граммға тең. Нәтижесінде бізде 24 шығады. Сіздер білесіздер, молярлы массасы 24 грамм мольге тең металл бізде магний болып табылады. Есептің жауабы белгісіз металл магний екен. Осымен біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніне рахмет. Міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.